Ал қазір жұлдыздар жарқырайды жобасын бірге көрейік. Қазақ эстрадасы дінге қалай келді? Олардың арасында намазға жығылғандар кімдер? Аллаға шүкір көбейіп келе жатыр. Өнер харам деп шоу-бизнестен қол үзген әнші неге қайта оралды? Мен оны бір сектаға шақырып отырдым деп айтпаймын. KZ тобының бұрынғы әншісі Бейбіт Қошқалиев осыдан 5 жыл бұрын сахнада ән салып, секеңдеп би билеуді харам деп санап, шоу-бизнесті бір жолата тастап кеткен болатын. Алайда шетелде оқып келгеннен кейін 3 жыл бойы бос жатқан әнші тіпті өзінің бастапқы мамандығы мұнай саласына да араласқысы келіпті. Бірақ одан да түк шықпаған. Бірақ бара-бара түсіндім, бұл менің қолымнан өнерден басқа ештеңе келмейтінін түсіндім. Бүгінде әнші өнерін қайта шыңдап, заманауи бағыттағы әндерін бірінен кейін бірін көрерменге ұсынып жүр. Кейінгі кездері әншінің өнерге деген көзқарасы өзгерген. Әнші дегенде бір жеңілтектік нәрсе көреді, бір арақ ішіп, бір қыдырып, жамандық нәрсе жасап, сондай бір нәрселер көрмейтін сияқты. Сөйтіп ойлайтын жоқ, ал әніңді айт, адамға жаңағыдай көңіл сыйла, сонымен қатар өзіңнің ақыңды, Құдайға ақыңды бер, намазыңды оқы, оразаңды тұт деген сияқты. Осы аптада күллі мұсылман үшін қасиетті мереке Рамазан айы басталды. Айлардың сұлтаны саналатын Рамазан 6 маусымда басталып, 4 шілдеге дейін жалғасады. Осы аралықта мұсылман баласы 29 күн ауыз бекітеді. Бейбіт ауыз бекітіп, намаз оқуды бала кезден ата-анасынан, әжесінен үйренген. Ораза ұстауға ниет еткен жандар осы айда жаратқанның мол сауабына кенеледі дейді әнші. Оңай болады, жеңіл отыр. Қиналамыз, қарын ашады, шөлдейміз, ауыз кебет деген сияқты ол міндетті түрде болады. Одан ешкім қаша алмайды. Бірақ бұл жерде бір нәрсе, жаңағыдай Құдайдың разылығы үшін деген ниет болу керек адамда. Өнер адамдарының соңғы уақытта жаппай дінге бет бұруының себептерін өнерде де өмірде де жұптары жазылмай келе жатқан Ғани мен Бота Жүнісовтар былай түсіндіреді. Өнер адамдарының жүрегі жұмсақтау болғаннан кейін мүмкін иманға бірінші көбірек келіп жатқан шығар, сондықтан да оны құптарлық істеп білемін мен өз басым. Әнші Бота алғашында намаз оқып, Меккедегі құлшылық еткен орындарын суретке түсіріп, әлеуметтік желіге салатын әріптестерінің әрекетін еш түсіне алмапты. Суреттерін көрген кезде басында кішкене ерсі көрді, енді өзі үшін ғой, ол оны неге жариялап жатыр деп ерсі көрген рас басында. Кейін ойлап қарасам, жастарды әсіресе соңынан ерту үшін, сонда үлгі болу үшін салады екен ғой деп. Ғани мен Бота да жылдағы әдеттері бойынша ораза ұстап, ауыз бекітуде. Қасиетті жұмада дұға тілек жасау үшін мешітке келетін әдеттері бар. Ғалымдардың айтуынша, сауабы мол ораза айының маусым, шілде айларына тап келуі 33 жылда бір қайталанады екен. Сондай-ақ биылғы жылдың пітір садақасының мөлшері де белгілі болды. Рамазан айының шарттарына байланысты барша Қазақстан бойынша пітір садақасы 2-тен болып бекітілді. Бұл жерде бидайдың құны, ұнның құны жалпы еселеніп орта бағасына солай бекітілді. Түскендей ақ көктен өшпейтін сезімсің. Музарт тобының әншісі Кенжебек Жанабілов, әріптестері Мейрамбек Беспаев, Нұрлан Абдуллин, Абай Бегей сынды Меккеге барып, 5 уақыт намаз оқымаса да, жыл сайын қасиетті Рамазан айын асыға күтіп, ауыз бекітеді екен. Біреуді байғып сынауы мүмкін, біреуді кедейіп сынауы мүмкін. Сол сынақтарды егер өтіп атса, біреуді байғып сынайды. Ол байғып сынаған кезде, ол егер тәкаппарлық қылып кететін болса, байлығын бір күнде алып қойылады. Кенжебек дінге әрбір адам өз еркімен келетінін айтады. Исламда ешқандай ауыртпашылық жоқ дейді ғой, біреуді сен қинап, сен намаз оқымасаң мұсылман емессің деп айтуға, ол айтып тұрған адамның өзі күнә алып қалуы мүмкін да. Өйткені имамдардың айтуы бойынша
кез келген адамға өз Құдай Аллах Тағала жүрегіне иман береді. Жаздың аптаған ыстығына қарамастан биыл ораза тұтқан барша жамағатқа оразаларыңыз қабыл болсын деп тілейміз. Жаңалықтарымызды 31.kz сайтынан да көре аласыздар. Демалыс күндеріңіз сәтті өтсін. Сау саламатта болыңыздар.